Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді ұлттық тағамды бірге әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Қамыры жыртылмайтын, тесілмейтін және де суға салғанда езілмейтін қамырды бірге жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге керекті заттар: қарын керек болады, ет, қазы, пияз, сәбіз, картоп керек болады. Қарынды алдын ала жуып тазалап алғанмын. Сәбізімізді, етімізді, пиязымызды салып, тұз салатын боламыз. Мен қарынды тіктім. Осылай. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Тігіп осылай тігіп алдым. Енді біз қазанымызға жайғастырып, етімізді, қазымызды салып, су құятын боламыз. Суымызды құйдым, қақпағын жауып, баяу отта қайнататын боламыз. Осылай көпірігі шығады бірінші. Міндетті түрде алып тастау керек. Сорпасынан мен қамыр жасайтын боламын. Сорпамыздың тұзы жақсы болғандықтан мен қамырымызға тұз салмастан осылай ұнымызды салып илейтін боламыз. Бірінші қастың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Қолымызбен сосын жақсылап илейміз. Осылайша қамырымыз дайын болды. Қамырымыздың бетін жабып, 2-3 рет осылай қамырымыздың илеуін қандырып, осылай илейтін боламыз. Міндетті түрде, сонда қамырымыз әдемі шығатын болады. Алып, үйін қандырып, осылай тағы да бетін жауып қоятын боламыз. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көрсеңіздер, қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Енді біз қамырымызды жаямыз. Осылай қолдың көмегімен бірінші басамыз. Қамырымыздың екі жағын осылай ұн шашып басып шығатын боламыз қамырымызды. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен, қолдың күшімен жақсылап басатын боламыз. Осылайша ұнымызды шашып, қамырымызды оқтауымызға орап жаятын боламыз. Осылайша жайдым. Екі жағын басып тұрып жаясыздар. Сонда қамырымыздың екі жағы қалың болып қалмайды. Міндетті түрде осылай жайып көріңіздер. Қамырымыз видеода көріп тұрғандарыңызда өте әдемі болып тұр. Мінекей, қамыр жыртылмайды, өте керемет болып тұр қамыр. Енді біз етімізді алып, етімізді суытып қоятын боламыз. Алдын ала пиязымызды турап дайындап қойғанмын. Енді сорпамыздан пиязымызға құятын боламыз. Сорпамыздың үстіне су құйдым. Пиязымыздың да қақпағын жауып, екеуін бірдей қайнататын боламыз. Енді қамырымызды оқтауымызға орап, кесіп алатын боламыз. Осылайша кесіп алдық. Қайнап тұрған суға қамырымызды саламыз.
Қайнап шықты қамырымыз. Қайнағанда осылай ақ көпіршіктер шығады. Енді біз қамырымызды алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте езілмей әдемі болып шықты. Енді біз бетіне пиязымызды шашатын боламыз. Пияз сорпамызды осылай әдемі етіп шашып аламыз. Қарынның жібін алып тастайтын боламын. Жұмсақ өте керемет әдем болып шықты. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше.